Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және оқушылар. Бастауыш әдістеме бірлестігінің жетекшісі Тәңірбердиева болсын. Біз бүгін 12 қазан мен 16 қазан аралығында қашықтықтан өтетін білім басы бастауышта қаланар, білім менен әлемге жол салынар атты бастауышылық әдістеме бірлестігінің апталық іс-шарасымен ашқалы отырмыз. Әрине, білімнің сара жолы мектептен басталады. Ал білімнің алғаш есігін ашатын кілті бастауыш екенін барлығымыз білеміз. Ең алғаш әріп танып, оқуға, санауға, есептеуге үйреніп, білімге деген құмарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Бүгінгі қашықтан өтетін апталығымыздың ашылу салтанатын мектебіміздің бастауыш сынып директоры, оқу ісі жөніндегі орынбасары Орынбекова Гүлмира апайымызға сөз кезегін ұсынамыз. Сәлеметсіздер ме, ұлағатты ұстаздар мен оқушылар. Номер 35 болашақ жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары мен Орынбекова Гүлмира ержанова. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбай туған адамның алтындығы. Білім негізі бастауышта демекшідей 12 қазан мен 16 қазан 2020 жыл аралығында бастауыш сыныптар әдістемелік бірлестігінің апталығын ашық деп жариялаймын. Әрбіріңіздің алдағы өткізетін іс-шараларыңызға, сонымен қатар өткізетін ашық сабақтарыңыздың жоғарғы деңгейде өтуіне сәттілік тілеймін. Бастауыш сынып әдіс бірлестігінің апталық жоспарын таныстыра өтейік. Дүйсенбі 12 қазан күні Алимбаева Шолпан әдебиеттік оқу пәні адамдық борышын тақырыбында, Нұрманова Жанар математика пәні сыныптастық тақырыбында ашық сабақтар өтіледі. Сейсенбі 13 қазан күні Мамбеткулова Анар Л дыбысымен әрпі тақырыбында, Гүлбаева Рахаткүл И дыбысымен әрпі тақырыбында, Саттарова Айгүл дауыссыз кімінгі тақырыбында және де 1-4 сыныптар аралығында ребус шешу сайыстары өтіледі. Сәрсенбі 14 қазан Отибаева Олбосын Р дыбысымен әрпі, Рзаева Гүлжан 1 және 2 амалмен орын алатын есептер тақырыбында, Тулеева Айнықша пысықтау қорытындылау тақырыбында ашық сабақтар және де 2 сыныптар аралығында Ұлы Абай атамыз 175 жылдығын арналған мәнерлі оқу сайысы өтіледі. Бейсенбі 15 қазан күні Асқарова Рошан дауыссыз кімменгі тақырыбында, Ширинова Алтынай Абайдың қара сөзі тақырыбында және де 1-4 сыныптар аралығында алтын көз сурет байқауы өтіледі. Жұма 16 қазан күні Қасымбекова Баян батырлар жыры тақырыбында, Мақұлбекова Баранкүл 8-9 саны көбейту және бөлу тақырыбында, Шындылова Алмагүл жай сөйлем және құрмалы сөйлем тақырыбында ашық сабақтар өтіледі. Халайық, бәрінен жар салайық. Бүгінгі күн төрінде, бастауыштар елінде, тапқыштардың тілінде есеп шығарып жарысып, жұмбақ шешек аңдады. Құрметті ұстаздар, оқушылар, барлықтарыңызды бастауыштың апталығының ашылуымен құттықтаймыз. Апталықта бәрі бар. Ашық сабақтар, ребустар, жарыстар және мәнерлеп оқу сайысы. Тамашалап белсенді аз салысып, білімді жастар екенімізді көрсетейік.